Сәлем, менің есімім Құралай және де менің каналыма қош келдің. Бүгін изолоннан осындай гүлшам жасайтын боламыз. Ол үшін бізге изолон керек болады. Мен изолонның қалдығын да қолдана беремін кішкентай роза гүлдерге. Лавандовый түсін таңдадым және де шампань түсінен таңдадым. Осы түстерінен қазір гүл жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 4,5 және де 5 сантиметрлік квадраттар керек болады. Осылай сызғыштың көмегімен және де зубочистканың көмегімен біз изолонның бетінен 4,5 сантиметр белгілеп аламыз. Зубочисткамен изолонның бетін сызатын кезде қатты батырудың қажеті жоқ. Жай ғана сәл ғана сызсаңыздар бетінде сызығы көрініп тұрады. Қиып болғаннан кейін ені 4,5 және де 5 сантиметрлік осы изолонды енді біз 4 бұрыш жасайтын боламыз. Ол үшін сызғышпен осылай өлшеп, зубочистканың көмегімен ақырындап қана шетін ғана сызып аламыз. Одан кейін сызған жерді осылай, яғни 4 бұрыштарды жасап аламыз. Енді ары қарай осы 4,5 және де 5 сантиметрлік 4 бұрыштардан біз осылай алып, шетін, яғни бұрыштарын дөңгелетіп шығамыз. Тек қана 3 бұрышын ғана осылай дөңгелетіп шығатын боламыз. Яғни бізде осындай жапырақтар пайда болады. Және де 5 сантиметрлік 4 бұрышты да тура дәл осылай қылып қиып шығамыз. Басында қиғанда қиын болар, қолыңыз жаттығып, үйреніп кетесіз. Жылдам қиып тастау үшін 2-4 бұрышты осылай бір-біріне қосып, қаттығып ұстап қиып тастауға болады. Егер де 3 лепестоктан алатын болсаңыз, ол кішкене қалыңырақ болады. Оны қиған кезде орнынан жылжып кетуі мүмкін. Ары қарай бізге изолонға форма келтіру үшін осындай электрикалық плита керек болады. Және де оның режимін орташа режимге қойып қоясыз. Осылай ақырындап қана сәл тигізбей изолонды ұстайсыз да, формасын осылай ары қарай саусақпен итересіз ішке қарай, және де шетін осылай, яғни шетін артқа қарай қайырасыз. Бізде осындай лепесток болып шығады. Негізі маған көптеген сұрақтар келіп жатады. Мысалы, міндетті түрде осындай электрикалық плита сатып алу керек пе деп. Жоқ, ол міндетті емес. Кәдімгі үйдегі күнделікті, мысалы, сіз осындай электрикалық плитаға пісірсеңіз, соған да істей беруге болады. Изолонды самый максимальный температураға қыздыруға болмайды. Егер де көп ұстап тұратын болсаңыз, изолонды осылай тартар кезде ол жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан орташа температурада қыздырғаныңыз жөн. Және де изолонды форма келтіру үшін кішкентай шардың да көмегімен осылай тартып формасын келтіруге болады. Бұл бізде бірінші қатардың лепестогы, яғни 5 сантиметрлік, осындай қылып созып аламыз. Негізі шардың көмегінсіз де істеуге де болады. Осы ішке қарай тартып, одан кейін осындай кулек жасайтын боламыз. Ары қарай гүлді жинайтын боламыз. Ол үшін бізге кез келген газовый зажигалка керек болады. Одан кейін ары қарай бірінші қатар бізде 5 сантиметрлік осы жапырақты алып, яғни кулек жасаймыз да, жабыстыратын жеріне осындай ақырын ғана зажигалканы осылай бір-біріне жабыстырамыз. Негізі изолон ыстықтың көмегімен бір-біріне өте тез жабысады. Егер де зажигалкамен істей алмайтын болсаңыздар, әрине болады клеймен істеуге. Яғни клей бізде ыстық желім.
Одан кейін ары қарай осы бірінші қатар дайын болғаннан кейін екінші қатар, яғни 4,5 сантиметрлік жапырақтың бір жағын ғана, яғни оң жағын ғана жабыстырамыз. Осылай кішкене ғана. Одан кейін сол жағы осылай бізде ашық қалады. Екінші тағы да 4,5 сантиметрлік жапырақты алып, жәнегі ашық тұрған жеріне осылай бір жағын кигіземіз, яғни кіргізетін боламыз. Содан кейін төбесінен қарағанда осындай зигзаг түрінде жапырақтар шығу керек. Бір жағын осылай зажигалканың көмегімен жабыстырып аламыз, және де екінші жақ шетімен осылай фиксировать ететін боламыз. Бізде екінші қатар дайын. Одан кейін ары қарай үшінші қатарға тағы да 4,5 сантиметрлік лепестоктан үшеу кететін болады. Тағы да бірінші лепестоктың бір жағын ғана, яғни оң жағын ғана жабыстырамыз. Қалған екіншісін жанына қоямыз, яғни кезектетіп бірінен соң бірін. Бұның екеуін де жабыстырамыз осылай. Бұл ашық тұрған жеріне қазір, яғни үшінші жапырағымызды, тағы да ол 4,5 сантиметрлік үшінші жапырағымызды осылай кіргізіп жабыстырып аламыз. Видеоның астына описание бөліміне бір розаға қанша жапырақ кететінін жазып кетемін. Шет жағын үшбұрышты қылып та істеуге болады. Сізге қалай ұнайды, өз еркіңіз. Осылай шетінен қиямын, бір жақ шетінен қиямын, яғни кішкене осындай бас жағын үшкірлейтін боламын. Тағы да мына жақ шетін осылай қиып, одан соң екінші жақ шетін қиып, маған өз басыма осы түрі ұнайды. Одан осылай қиып, яғни бізде осындай әдемі гүл шығады. Тағы да бір қатарды қосуға болады, бірақ ол өз еркіңіз. Мен осы күйінде де қалдырамын. Ары қарай лавандовый түсін көреміз. Осылай кулек істеп алып, шетін жабыстырамыз. Бір айта кететінім, зажигалканың да уровенін минимальныйға қоясыздар, қаттыға қоюға болмайды.
Маған өзіме осы зажигалканың көмегімен өте ыңғайлы және де жылдам. Яғни плитамен зажигалканың көмегімен изолоннан гүл жасауға болады. Өте ыңғайлы. Астын осылай қиямыз. Көп қимаймыз, сәл ғана. Сәл ғана, кішкене ғана қиып көреміз. Осылай тұрады, яғни. Бұлай неге істедім? Себебі осы ашық тұрған жер арқылы жарық сәулесі өту үшін. Яғни светильник кезінде өте әдемі розаларда жанып тұру үшін осы ашық күйінде істедім осылай. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Маған сіздің қолдауыңыз өте маңызды.